Таңда облысымызда мемлекет игілігі үшін 4 мыңдай шенеунік еңбек етуде. Мемлекеттік қызметшілер қандай болу керек? Біздің арна мемлекеттік қызмет туралы сюжеттер легін бастайды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Шегелек Жансарбаев мемлекеттік қызметке өмірінің көп бөлігін арнаған. Еңбек өтілі 30 жыл. Ауыл шаруашылығы министрлігінің облыстық аумақтық инспекциясы басшысының орынбасары. Қазақстандық мемлекеттік қызмет енді ғана өз тарихын жазуды бастаған сәттен елмен бірге шенеуніктің жолын бастаған. Жауапты қызметкердің демалыссыз күндері, ауыл шаруашылығын қайта көтеру кезеңдері, жаңа бағдарламаларды іске асыруға тура келген кездері жадында сақтаулы. Тәжірибе болмағандықтан барлығын нөлден бастауға тура келгенін айтады. Ауыл шаруашылық маманы шегірткемен күресті. Сондай-ақ мал шаруашылығын дамыту үшін ауылдарға барып мал таратқанын есіне алады. Мал шаруашылығын дамытуда үлкен көмек. Малды аналықтарын қолданырықтандыру бойынша 104 мынау қолданырықтан пунктін аштық. Әрбір пункттің өзі 2 миллион теңге тұрды. 2 миллион теңге деген ол кезде үлкен ақша, осыдан 20 жыл бұрын. Ол өзінің енді нәтижесін берді. Өйткені үй шаруашылықтарында малдың басы көбейді, жалпы шаруашылықтардың өзінде жауапкершілігі шектеулі шаруашылықтар көп болды. Олардың малдың бастары көбеюге біз үлкен ықпал жасадық. Оның үстінде асыл тұқымды бұқаларды сатып әкеліп, солтүстік Қазақстаннан, Ақмола облысынан сатып әкелдік осы бағдарламаның арқасында. Сондықтан мал басымыз қазіргі кезде барлық түлік бойынша көбейді. Тәжірибесі мол маман Шегелек Жансарбаев жылдар бойы өсіп келе жатқан мемлекеттік қызметтің беделін, оның жастарға деген тартымдылығын, жақсы өзгерістерін атап өтті. Қазіргі кезде енді жағдай мүлде басқа болып отыр. Қазіргі ережеге сәйкес біздің мына облыстың мемлекеттік қызметінің департаментінің көмегінің арқасында қазір 6,5 мыңға дейін жұмыс жасаймыз. Одан кейін компьютерлердің бәрі өшіріледі. Оған біздің бәр мамандарымыз өзі дағдыланып келе жатыр, үйреніп келе жатыр. Әрбір жаңа нәрсеге үйренесің ғой өзі. Соған дағдыланып келе жатыр. Сол 8 сағаттық жұмыстың ішінде берілген тапсырма толығымен орындалатын. Сондықтан ол біздің қызметшілерге де жақсы. Ернұр Қожамжаровты біздің заманымыздың нағыз батыры деп атауға болады. Жас шенеунік қыркүйек айында орын алған оқиғадан тыс қалмады. Көп қабатты үйдің балконының карнизінде ілулі тұрған 6 жасар Аиданы төтенше жағдай қызметінің құтқарушылары құтқарып жатқан кезде сырттан жай қарап тұрмай, нағыз белсенділік көрсетіп, қыз баланы құтқаруда қол ұшын созды. Обычный поступок. Қарапайым ғана әрекет. Мен ол жерде жалғыз болған жоқпын. Менің орнымда басқа адам болса да дәл солай жасаушы еді. В первую очередь люди должны помогать друг другу. Жас мемлекеттік қызметші өзінің іс-әрекетін батырлық деп санамайды. Ерлік пен батыл іс-әрекеттері үшін Ернұр әділет департаментінің грамотасымен марапатталды. Ернұр Қожамжаров мемлекеттік қызмет жолын аз уақыт атқарса да 4 жыл ішінде ол қарапайым маманнан бөлім басшысына дейін өсті. Но я думаю, самое главное это своей стабильностью, уверенностью в завтрашнем дне. Менің ойымша ең бастысы тұрақтылық. Маманнан басшыға дейін өсу мүмкіндігі. Бастысы ертеңгі күнге деген сенімділік бар. Это самое главное своим карьерным ростом по принципу меритократии. Қарапайым ғана екі әңгіме, екі әртүрлі адам, бірақ екеуін бір ортақтастыратын іс ол мемлекеттік қызмет. Марина Сахарова, Гүлмира Бахтиярова, Анатолий Класин, Дәулет Қошқарбаев, ертіс ақпарат.